Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен осындай бір ұбт-да өте көп келіп қалуы мүмкін есептердің бірін шығаратын боламыз оқушылар. Ал енді қарайық. Графигі суретте көрсетілген y тең ax квадрат плюс bx плюс c параболасы үшін дұрыс тұжырымды табыңыз дейді. Енді оқушылар, жалпы параболаның теңдеуі осындай квадраттық функция болады. Дұрыс па оқушылар? Квадрат функцияның графигі сәйкесінше парабола болады екен. Енді мына жердегі а деген нені білдіреді оқушылар? Менде қараңыздар, егер а деп тұрғанда x квадраттың алдында коэффициент а бар ғой, егер а үлкен нөл болса, онда параболаның тармағы жоғары қарайды. Ал тармақ жоғары қарайды деген, яғни үстіге қарап тұрады да, үстіге қарай ашылады да парабола. Ал а кіші нөл болатын болса, онда тармағы төмен қарайды екен. Енді біз қараймыз, біздің парабола тармақтары жоғары қарап тұр екен. Демек, ол оқушылар, ол қандай болады? А үлкен нөл болу керек қой. А кіші нөл болса төмен қарау керек болатын еді да. Так, а үлкен нөл болса, мына варианттардағы а кіші нөл деген вариантты өшіріп тастай саламын. Демек, қалған а, с, д деген үшеуінің біреуі болады екен. Енді қарайық. Бізде мынандай нәрсе бар оқушылар. Егер менің параболам бар ғой, мына x өсін екі нүктеде қиып өтетін болса, мынау екі нүктеде қиып өтетін болса, бұл қазір квадраттық теңдеу ғой. Осы квадраттық теңдеудің екі түбірі бар деген сөз. Өйткені ол x өсін екі нүктеде қиып өтті ғой. Мына бірінші жауабы x-тің x1, мына x-тің екінші жауабы x2. Түсіндіре алдым ба оқушылар? Енді мынау екі түбірі бар деген сөз, мына бірінші нүкте, мынау екінші нүкте, екі түбірі бар деген сөз. Бізде квадраттық теңдеудің екі түбірі қай кезде болатын еді? Дискриминант нөлден үлкен кезде болатын еді ғой. Түсіндіре алдым ба оқушылар? Дискриминант нөлден үлкен болатын болса, онда оның екі түбірі болады екен. Ал дискриминант нөлге тең болатын болса, қалай болады оқушылар? Дискриминант нөлге тең болатын болса, оның бір-ақ түбірі болу керек еді. Ол бір түбір деген қалай ол? Мысалы, мынау бір-ақ нүктеде тиіп тұр x өсіне, демек мынаның дискриминанты нөлге тең екен. Ал тағы бір мысал берейін, дискриминант нөлге тең деген. Мынаның да графигі x өсін бір нүктеде қиып өтіп тұр, демек оның да дискриминанты нөлге тең екен. Ал келесі, дискриминант нөлден кіші болатынға бір мысал берейін. Ол мынандай мысал. Ол мүлдем x өсін қиып өтпейді. Мүлдем қиып өтіп тұрған жоқ. X өсі мына жақта жатыр астында, ал мынау төбесінде жатыр. Қиып өткен жоқ. Мысал тағы мынауда болуы мүмкін. Бұл да қиып өтпейді x өсін. Демек, бұлардың дискриминанты нөлден кішкентай екен. Енді біз мына функцияға қараймыз, графикке, параболаға. Ол x өсін қиып өтіп тұр ма оқушылар? Жоқ, қиып өтіп тұрған жоқ. Демек, оның дискриминанты нөлден кіші болады екен ғой. Демек, дискриминант нөлден кіші деген сөз, ол b квадрат азайтылған 4асы ғой дискриминант, ол кіші нөлден деген сөз. Так, нөлден кіші деген қай варианттар оқушылар? А варианты нөлден үлкен дейді, с варианты нөлге тең дейді. Енді д варианты ғана нөлден кішіреп тұр екен. Ал жақсы, д-ны дейін таптық. Енді мынау с деген нені білдіреді оқушылар? С үлкен нөл, с кіші нөл, с тең нөл дегендер жалпы нені білдіреді олар оқушылар? Жақсы, вариантты тауып алдық. д екен, бірақ енді анау с-ның нені білдіретінін көрейік. С деген мынаны білдіреді ғой. Кез келген парабола сызайық оқушылар, кез келген парабола сызайық. Ол мына x өсін мынандай бір нүктеде қиып өтеді. Дұрыс па оқушылар? Y өсін, то есть. Мына Y өсін қиып өтіп тұрған нүкте осы с болады екен ғой. Меніңсінде мынау Y өсін қиып тұрған параболамдағы мына с деген нүкте ол 5-ке тең екен. Ал с тең 5 деген сөз, ол менде с үлкен 0 деген сөз екен, жауабы д болады екен. Мысалы, мынандай болатын болса, ол параболам мына нүктеде қиып өтіп тұр. Демек, ол с кіші 0 деген сөз деген сияқты ғой. Жалпы оқушылар, мына есеп ұнады деген ойдамын. Өте бір ұбт-да көп келетін есептердің бірі оқушылар. Сондықтан пайдаларыңызға жарасын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.